рэкетир тасмасынын жалпы калкка берейин деген негизги идеясы эмнеде? Менин оюмча кыргыз көрөрменине особенно актуально болот 3-бөлүм. Сол Жанның ордунда башка актер болсо елестете алмайм эчкимди. Биз эң басында ана кастинг жарыялаган кезде Русланды бирден кабылдадык. Жалпы историяда калатын фильмдердин бири го рэкетир. Те Бишкек кадимгидей бизде кейипкер биздин киномузда. Сондай бир жерде отурган кезде ачуу сен казаксың эмне дейт мага. Баягы биз кичкене ана бандитизмди романтизация кылып көрсөтөбүз, нетебиз деп. Жок. Мектептен ошолорду кайталап мен Русланмын, мен Саянмын деген сыяктуу нерселерди кылып, анан бул нерсенин жоопкерчилигин сезесизби деген суроом бар эле. Сондуктан бизде азыр мына 3-бөлүмдү түшүрөрдүн алдында жоопкерчилик мен өз басымда өтө үлкөн болду. Рэкетир 4, 5, 6 шыкса да баары бирде Русланды, Саянды, Жанды халк издейт. 100% попадание деди го. Типаж, Я типаж. Өтірік емес, Кудай тур төбөдө. Менде ой кетти. Плохие парни өтө көрктүү болуп көрүнөт да. Сол кишинин улуун ролун алып чыгуу калай болот деген кичкене коркунуч болду. Ниетimiz дурус ойду салуу негизинде эң басында. Мамамдын жумусундагылары кыргызда болгон. Биринчи рекетир Казакстан боюнча $1,150,000 жинады. Күтүлүм дейди го, көрөрмөндүн күтүлүмүн актаган жокпуз 2-бөлүм менен. Биринчи бөлүм унамаган көрөрмөн болду. Аз эмес. Балким бир жеринде ол кишинин бир ана өзүнүн күлкүсү бар. Сол күлкүсүн кайталайбыз ба. Кыргыз киносу вообще бөлөк дүнүйө. Мисалы менин акем, тууган акем, Төлөмүш Шөкеевдин Көк серегинде түстү. Кыргызстанда сен бир 3-4 киного түссөң, кыргыз элинин урматтуу азаматы болосуң дейт да, жана медаль берет сага дейт. Наследиясы бар улуттун киносу жай болмойт. Ар криминалдык жол түбү эчтеңе апармайтын. Онун түбү жок, онун жолу жок. Салам достор, сиздер менен кайрадан Этно подкаст. Бул жолку эфир чындыгында өзгөчө деп айта алам. Анткени биз негизи бул Этно подкаст эфирин баштап, тасмалар туурасында сүйлөшүү башталганда биз мынчалык деңгээлде коноктор келерин балким күтпөсөк керек. Бирок бүгүн биз үчүн жакшы бир сонун бир тарых, анткени өтө бир мыкты тасма менен мен өзүмдүн бала кезимде көрүп жүргөн тасманын, бала кезимде кыялданган бир тасманын режиссеру бүгүн биздин конокто келип отурат. Айта кетсек, бул рэкетир тасмасы. Бул рэкетир тасмасын кичинекей кезибизде көргөндөн баштап биздин билбейм жан дүйнөбүздө калган тасма. Мына ошол тасманын режиссеру бүгүнкү биздин конокто Акан Сатаев, кош келдиңиз. Рахмат, чоң рахмат. Азыр буюрса ошо рэкетир тасмасынын 3-бөлүгү да тартылып, андыктан мына ошол тасманын үстүндө кандай тартылды, эмне болду, ошол туурасында кененирээк маек курмакчыбыз. Ал тасма үчүн ошо режиссер байкебиз өзү Акан акабыз келген жана ошондой эле ошол тасмага көрк жараткан биздин Кыргыздын да тасмаларына көрүп берген, биз көрүп эле жүрөбүз. Биз бул жакта сиздин да көрүүчүлөрүңүз аябагандай көп чындыгында. Раван Ахметов жана ошондой эле Асылкан мырза. Сиздер чындыгында уже Кыргызстанда бир эмес, уже 2 кинолоруңуздар бар, Кыргызстанда мына карап келгенде. Сиздики Көк бөрүдө башкы каарман. Бир кино. Сиз болсо уже 2 тасма, анан бир сериалдын уже башкы каарманы болуп жүрат. Сондуктан сиздин да көрөрмандарыңыз бар. Бардыгы сиздер жакшы көрөт, күтөт. Андыктан бизден бүгүнкү студияга кош келдиңиздер. Аман эсен келип алсыңдарбы? Чоң рахмат. Абдан адеми жеттик. Жакшы. Эми Алматы, Кыргызстан, Бишкек ортосу жакын болсо дагы. Жакын, жол жакшы. Тамаша. Айбет жеттик. Анда бүгүн ошол эң негизгиси биз сөздүн башында ошо жакында чыгып аткан рэкетирдин 3-өсү туурасында бир аз маек курмакчыбыз. Анан өзүңүз бир сөз баштап айтып бериңиз, кандай болду, эмне болду, кандай тартылды? Шакырууларыңызга рахмет. Бүгүн сол сәти түсүп, биздер Бишкекке келдик. Бүгүн бизде жабык көрсөтүлүм болот. Өйткөнү буган дейин биздер Москвада, одан кийин Ташкентте, одан кийин Алматыда жабык көрсөтүмдөрдү жасап, тұсаукесерлерибизди жасап, оны прокатка да чыгып кеттик 13 күнү, акпандын 13-үндө. Сиздерде энди 1-7-ге кеш чыгабыз, 20-сы акпандан. Бирок бүгүн мына 18 акпанда бүгүн биздин сол тұсаукесер көрсөтүлүм болот кечке. Сосхан келип калдык, шакырууларыңызга рахмет. Енді бар күшімізді салып, киномызды жасадық. Сондай бір көрерменнің көңілінен шығады деген үміт бар. Эң сон. Достор, алдыда рэкетир туурасында дагы биринчиси, экинчиси жана үчүнчүсү туурасында кеңири сөз кылмакчыбыз. Андыктан 1 саат бою мен оюмча бул эң бир сиздер үчүн да пайдалуу, кызыктуу подкаст болот. Андыктан чай пайыңыздарды бизге окшоп камдап алып, бизге жакыныраак отуруңуздар. Бүгүн болсо ошо маегибизди уланталы. Раван мырза, сиз рэкетирдин биринчиси чыкканда канчада элеңиз? Мен
рекетирдің бірінші шыққан кезде 2007 жылы 4-те болдым. 4-те Мен ондай болдым. Получается, ақын ағалар уже кәдімгідей фильм түсіріп, жаңағыдай төбелес анау мынау түсіріп жүрген кезде, рекетирдің біріншісін культ түсіріп жүрген кезде мен 4-те болдым. сиз канчада элеңиз? 15 жашта элеңиз. 15 болдум. Рекетерди биринчи жолу көргөндө канчада элеңиз? Мен 2011 жыл көрсем 8 жасымда көріппін. 8 жашыңызда, Да. Біз 15 жаста көрдік, прям қайнап тұрған возраст қой. Соны Шыққанда эле ысыгында қызық, көрсөтөсүз. сондай экшн кинолар, криминальный драмалар, жаңа бізге өте қызық кездер ғой. Ооба. Анан ошол убакта көргөндө, ошол 3-бөлүгүндө башкы каарман болуп аткарып калам деп ойлобосоңуздар керек, Жоқ, Раунд ешқашан ойламаған. төртте я там буду дедім. 4 жасымда бүйтіп мен түсем ау дедім ғой. Ахан Сатаев. Кішкентай мини Рауан отыр да бүйтіп. Жоқ, мен ойлаған жоқпын шыны керек. Біз ол кезде мен өнер академиясында да, академия искусств, ол жақта да оқымадым. Біз спортпен айналысып жүрген, мектепте оқып жүрген жас бала болдық. Ол киноны көргенде осы салаға келем деп ой болмаған. Кино саласына келеміз деп, өнер академиясына түсеміз деп. Кино былай тұрсын, Ахан ағамызбен танысамыз дегенде ой болған жоқ қой. Түсімізге де кірмеген. Бірақ кейін 2010 жылы Ахан ағамызбен танысып, Жау жүрек бала фильміне өткен болатын Ахан ағамен. Менің ең үлкен алғашқы жобам кинодағы біздің тұсауымызды кескен Ахан ағамыз. Ахан аға осы сәт пайдаланып рахмет айтамыз. Алла разы болсын Ахан аға. Осы біздің үлкен жолымызды, осы біздің мынайша айтқанда кинодағы төлқұжатымыз дейді ғой, біздің Жау жүрек бала фильмі болса, сол кезде Ахан ағамызбен бастағанбыз. Бірақ 2014 жылы мені рекетир фильм екіншісіне бір кішкентай ғана эпизодқа шақырғанда айтқан, сол кезде былай әңгіме болды, мүмкін 3-ші бөлім болады деп. Бірақ қатты сене қоймадым 3-шісі болатынына. Сосын арада 2 жыл өтті, 3 жыл өтті, 4 жыл өтті. Мен ойладым, болды, 3-ші бөлім болмайды. Сол кезде бәлкім ойда болған шығар, бірақ болмайтын шығар деп. Былтыр 2024 жылдың 18 январда, қаңтарда осылай подкастта отырғам. Ахан ағадан звонок келді. Бірден тұрып сөйлескем. Сөйтіп осы рекетир фильмнің 3-шісін жазда түсіреміз деп айтты. Қатты қуанып қалдым. Ойымызда бар деді, планда бар. Жоспарларыңды бүйтіп, егер соған жоспарласаң деп жұмыстарың болса. Сол интервью беріп атқам подкастта ойым бөлініп кетті. Ойымның барлығы жаңа рекетир болып отыр. Жаңа қыз бізден сұхбат алып отыр. Бүйтіп қарап отырмын, ол қыз театрға байланысты сұхбат театрал деген подкаст қой. И ойым бәрі рекетирде елестетіп жатырмын. Өзім ойда сценарий жазып жатырмын. Сөйтіп, міне уақыт деген тез өтіп кетеді. Міне рекетирдің шыққанына 17 жыл болса, екіншісіне 10 жыл болса, үшіншісін жоспарлағанымызға міне 1,5 жыл болды, уже біз экраннан киноны көріп жатырмыз. Эң сон. Ахан аға, бұл рекетир тасмасы бұл өзүнчө бир феномен болды, Бұл билбеген, СНГда билбеген адам жок го дейм рекетир тасмасы. Анан сиздин оюңузча бул сыр эмнеде? Рекетир тасмасынын феномени эмнеде? Негізінде біздер ана бірінші бөлімін жоспарлаған кезде мынандай енді осындай керемет бұл киномыздың сондай берекелі болатынын енді біз негізінде күткен жоқпыз. Бұған дейін ана Ресейде шыққан бригада, бумер дейтін криминалдық драмалар болды. Соның енді мүмкін лебі ме білмеймін, біздер оған дейін жарнамамен айналысып жүретінмін. Сол кино түсіруді қолға алдық та ойлаған, сол кезде не болды, выбор болды менде. Не рекетирден түсіру бастаймын, ана кино әлеміне бірінші қадамда рекетермен, немесе Заблудившийся дейтін киномыз болатын. Оны біз кейін түсірдік. Сол екеуінің қайсынан бастаймыз деп жүрген кезде, жаңағы айтып отырмын ғой, Ресейдің анау бригада, бумерлері шығып, сол кезде ойладық, егерде коммерциялық жоба болса, сол рекетерден бастайық деп бел байладық. Соны шығардық. Ол шыққаннан кейін тура бана тұсаукесері бірінші күні мен әлі есімде тура гу етті бәрі енді. Хабарламалар, достарым бар, әріптестерім бар, бәрі қолдап, бәрі керемет болды, үйтті деді. Бірақ та анандай күн сайын біздер о кезде де Мстителімен қатар шықтық прокатқа. Оларды сырғытып рекетир сеанстарын, ана Мстительдің сеанстарын өзіне ала бастады.
сөйтіп енді керемет бір успех болды да, алланың қалауымен. Сондықтан біздер өте жігерлендік ол келесі жобаларымызға да. Ал қандай оның білмеймін, біз енді қолымыздан келгенше бір сапалы дүние жасауға тырыстық. Бүкіл енді жанымыз тәнімізді салдық ана жұмысқа. Мүмкін сол болар. Өйткені бір сапалы дүние жасауға, және де мен ойлаймын, ол кезде мысалы анандай коммерциялық жобалар, кинолар көп болған жоқ негізінде Қазақстанда. Өйткені шетелден келеді кинолар, өзіміздің ана шығып жатқан киноларымыз ол кезде артхаус дейді, фестивальный кинолар көбінесе солар болатын. Өйткені көрерменге жолы болмай жүрді ол кинолардың. Сол рекетермен біздер кішкене мына қалың халыққа, көрерменге жол таптық. Мүмкін сол болар. Өйткені біздер ана кішкене көрерменнің вкусы дейді ғой, потребности зрителя. Соларға кішкене жауап беретіндей бір дүние жасаған секілді болдық. Мүмкін сол шығар, мен ойлаймын. Одан кейін жаңа тақырыбы да кішкене мына бүкіл СНГ елдеріне бір ортақ тақырып. 90-шы жылдар рэкет бәрімізге танымал дүниеде. Ойлаймын, мүмкін тақырыбы да сол кішкене ортақ болғаннан кейін ол да кішкене бәріне сондай тартымды болды да. Ең маға ошол бир башы кызык да, неден улам рэкетер тасмасы мисалы оюңузга кандай келип калды, неден улам келип калды, же мурда кийин бул нерсеге кабылдыңыз беле, ойлонуп жүрдүңүз беле? Мен студент кезімде 90-шы жылдары Совет өкіметі құраған кезі анау процесстер өте қызықи болды да. Мен ол кезде студентпін, режиссурада оқып жүрмін. Сонда ойлайтын, негізінде мынау криминальный элементтер кішкене ана киноға лайық та. Киношный тема дейді ғой. Сондықтан өзім ойлайтын, егерде бір сәті түсіп, кейіннен бір кино түсіріп жатсам, осы дүниелерді бәрін экранға шығару керек деп. Өйткені қызықи да, менің ойымша сондай болды. Қызықи болды. Және айналамдағы мен таныстарым бар, достарым бар, бір таныс балалар бар, олардың әңгімелері бар. Сол көз алдымыздан өтіп отырды жаңағы бүкіл рэкеттердің процесстері бәрі. Оны ішінен білгеннен кейін өзіңе де ыңғайлы да, режиссер болғаннан кейін бәрін білесің, бәрін танисың. Соны уже тасмалдаған кезде бәрі ыңғайымен келіп отырды. Мен билишимче тасмаңардын биринчи вариантынын аты Саян болчу, Ең басында дұрыс, машалла. Керемет информация. Башында Саян болуп, рэкетер кайдан келди ошондо? Или эмнеге рэкетерге айланып кетти? Ол кезде мен өзім былай енді маркетинговый жағынан ойластырдық та, балалармен отырып қалай атын қалай, есімін, киноның қалай. Саян десек, мысалы ол кішкене былай енді көрерменге Саян жай бір жігіттің аты, бір кісінің аты. Рэкетер десең, ол сразу гладиатор сияқты не туралы, кім туралы екені белгілі болып қалады да. Сондықтан киноның названиясын сразу броский дейді ғой, мағыналы қылып қоятындай. Қысқа және мағыналы. Сөйтіп көрдік. Анан биз ошо байкашыбызча караганда Саян бул тасмадагы башкы роль го. Бирок Руслан Муратандын ролу мен оюмча харизмасы менен алдыңкы планга чыгып кеткендей көрүнөт бул жакта. Русланның орны бөлек, әрине, дұрыс айтасыз. Русланның орны бөлек. Біз ең басында кастинг жариялаған кезде Русланды бірден қабылдадық. Мұрат Бесенбин дейтін біздің үлкен өте менің досым, актеріміз келіп кастингке келген кезде сразу бізде кастинг директор бәріміз қарады да сразу айттық мына деді. Өйткені менде және біз фотопроба жасағаннан кейін мен ол фотографияларды бір сондай бір таныс жігіттерге де көрсетіп аламын. Ана рэкетті кішкене иісі мұрнына баратын жігіттерді сол жігіттерге де көрсетіп аламын, мысалы ұқсай ма ұқсамай ма дегендей. 100% попадание деді ғой. Типаж, типажды Русланды 100% попадание деді. Одан бірден қабылдадық. Видео пробасын былай кішкене дауысы да, түрі де, бойы да, өзі де жарасып тұрды бәрі. Ал эми ошолунчо сонун келген каармандын уландысы, уулу болуп, получается бул тасмада сиз аткарып атасыз, Аман деген. Жоқ, Аман дейтін Русландык емес. Русландын баласы емес пе Раван? Аманның баласы. Аманның баласы. Мен трейлерін ошондо түшүндүм. Аманның ұлы. Асқарды Раван сомдады. Осы 3-ші бөлімде. Раван 3-ші бөлімде бірінші рет көрерменге бірінші рет жол табады. Русланның баласы бар жоқ па? Русланның жоқ, племянник. Бауыры болды ғой. Бауыры болды, ол 2-ші бөлімде болды. Жаңа кім айтып отырғандай, Асылхан айтқандай, біз ана 2-ші бөлімді бітіріп жатқан кезде соңында ойладық та, кім Жанның ұлын ойнай алады деп, сол кезде мен Асылханмен ақылдасып, енді Асылхан ол кезде жұлдыз, үлкен актер, мен Асылхан енді эпизод
қазір екінші бөлімде қазір эпизод, бірақ мүмкін үшінші бөлім болады, мүмкін жалғасы болады. Ал жалғасы болса сен түсінесің ғой дедім, онда сен басты кейіпкерлердің біреуі боласың деп. Сол кезде Асылхан все кеттік деді. Шынында жаңа ұқсап кеткен сияқты, шынында ойлаймын. Романмен де мысалы біздер уже үшінші бөлімге келген кезде Роман қазір үлкен актер. Ол приговордан кейін, черный двордан кейін аты шыққан, жас болса да аты шыққан актер. Романмен де сөйтіп сөйлестік. Бірақ та Роман айтты, рекетир болса болды, келем, үйтем, сразу пробадан бірінші бір беттен өтті. Видео пробадан да әдемі жасап бердік. Енді ала берсе кешке көресіздер ғой, барасыздар ғой. Сіз барасыз. Енді бір әдемі образдардың бірі. Сон, сізге сыныштағанда қандай ахуалда болдыңыз? Ошол турасын айтып берсеңіз. Жаңа Аханаға айтып жатыр ғой. Көрермендерге жол тауып, қайт жолын жоғалтып кетіп қалдым. Яғни, блин, спойлер, Ладно. Спойлер айтпай ақ қой. Айтпады. Көп түсінбей қалады. Ойнайсың дейші мына жерде. Маған мен бұл информацияны білесіздер ма? Көктемге қарай бір жерден естіп қалдым мен. Біреуден естідім, есімде жоқ. Түсіретін туралы. Рекетир 3 түсіріледі. Міне өтірік емес, Құдай тұр төбеде. Менде ой кетті. Ай, мен түсем-ау деген. Андай бір предчувствие болды. Ай, мен түсем-ау дедім. Содан кейін жазға ұмытып кеттім. Сол информацияны естідім, и потом ойланып қалдым. Ай, мен түсіп қалам-ау дедім, и дальше кетіп қалдым. И бір 3 айдан кейін, бір июльге қарай Аханаға хабарласты. Жоқ, Аханаға сіз Анар апайға звондадыңыз, Иә. Одан кейін маған Жен апай хабарласты. Кастингке кел деді. Біреулер ойлайды ғой, жалпы андай, сен өтіп кеткен шығарсың, сен былай аласаған жоқ. Бізде кәдімгідей кастинг болды Аханаға. Жаңа бірінші мен видео түсірдім. Одан кейінгісінде жаңағыдай бір өзім видео проба Аханаға мен жасадым. Одан кейін партнерский не болды. Жалпы 3 проба болды. Солай хабарласқан кезде мен жаңағыдай естіген кезде бірден қуандым өткені енді легендарный қуанғаннан бірінші читкаға кешіп келдім десең. Легендарный трилогияның жалпы историяда қалатын фильмдердің бірі ғой Рекетир. Соның жалпы менің бір жай көрініп қалсам да ол мен үшін бір мәртебе деп ойладым да. Сол үшін Аханаға дедім сразу. Мен келіңіз, көрсетейін, барайын кастингке. Анан ролуңузменен таныштыңыз да, ролуңузду көрдүңүз, анан эми кинону көрө элекпиз, бирок трейлердин караганда ролуңар өтө мындай эмоцияга бай бир роль окшойт да. Мен байкашымча спектр эмеси, диапазон спектр аябагандай жогору экен да. Анан ошо ролуңуз менен таанышканда, көргөндө кандай даярдандыңыз ошо өзүңүздүн ролуңузга? Мен окудум, осындай деді. Все хорошо дедім, болды андай. Аханаға біз жалпы менен басқа да жігіттер болды ол жақта. Мен оларға вообще қараған жоқпын не істеп жатқанын. Мен просто ана жаққа кетіп қалдым да. Оқыдым. Жаңағыдай предлагаем обстоятельства. Сахнаға кіріп кеттік. Сонымен ойнадым. Болгон ичиңиздеги нерсенин баарын көргөзүңүз. Эң сонун. Аханаға айтыңызчы, негизи Рекетир тасмасынын жалпы калкка берейин деген негизги идеясы эмнеде? Өте әдемі сұрақ. Негізінде біздер көбінесе кейбір бірінші бөлімнен кейін, екінші бөлімнен кейін бір сондай ой болды да, қалыптасты кейбір көрермендерде. Баяғы біз кішкене бандитизмді романтизация қылып көрсетеміз, нетеміз деп. Жоқ. Бірінші бөлімде де, екінші бөлімде де ол атымен жоқ. Біздің алдыңғы мақсат тек қана бір берекелі дүние жасау. Оның ойы да бір өте таза, дұрыс болу керек. Үшінші бөлімде де ол енді прям анық көрінеді. Ол түпкі, мысалы, әр криминалдық жол түбі ештеңе апармайтыны. Оның түбі жоқ, оның жолы жоқ. Путь в никуда дейді ғой. Да. Сондықтан бастапқы мақсат сол. Екі ауызбен айтсам. Мисалы, азыркы кино аябагандай көп, контент көп мисалы бүгүнкү күндө, анан бирок ошентсе дагы баарыбыздын эле мындай жылына болсо бир жолу кайталап көрүп турган бир тасмалар болот да. Анан менин ошондой бир списогум бар да, тасмалар. Жылына өлү дегенде бир 2 жолу кайталап көрүп коем да.
Анан ошол тасмалардын арасында рекетир бар да. Рекетерди бир жылына бир жолу карап көрүп, мындай башкача бир эмоция алып коем да. Анан эң кызыгы бул жактан ар бир жыл өткөн сайын көргөндө ал жактан уже башкача нерсени аласың да. Мисалы сиз эң биринчи 2007-жылы рекетерди биринчи көргөндө мен 13 жашта элем. Ал жактан биринчи жолу көргөндө мен ал жактагы ошол сиздин айткан жанагындай маанисин түшүнгөн эмесмин. Ал жактан ошол Крутой Саянды көргөм, Крутой Русланды көргөм, Мушташкандарын көргөм, мен ошондой крутой болгум келген да. Биз анткени бул жакта ошол нерсенин канчалык деңгээлде мындай кызыктуу көрүнгөн бизгечи көз карашыбыз. Аны биз уже кийин даже аягында өлүп атып, маму жалко десе ошол бизге кызыктуу көрүнгөн. Ошол нерсе биз анын трагедиясын түшүнгөн эмеспиз да ал кездечи. Туура айтасыз. Анан азыр уже калыптангандан кийин, уже оюң токтолгондон кийин, кинону түшүнгөндөн кийин азыр калып көрсөң, бул карап келгенде бул трагедия да өзүнчөчү. Ал уже сен согушканын тигинси мунусун карабайсың, ал жакта уже берип аткан ой түшүнөт да. Анан айткым келгени сиз башында айтпадыңызбы, биз ошол романтизация кылган жокпуз депчи. Бирок антсеңиз дагы көбүнчө жаштарга, өйткөнү бул кино и кинода отрицательное обаяние дейтин дүнүө бар. Ана плохие парни өтө көрктүү болуп көрүнөт да, кыздарга да, жас балдарга да. Расымен солай. Бүкүл мисалы мировой классиканы алсаңыз да, мисалы Крестный отец, Майкл Корлеоне. Былай карасаңыз енді бандит. Еш бір жақсы туған ағасын өлтіреді, иә, мысалы. Бірақ та қандай кісілер, қанша кісілер еліктеді оған. Өте один из образов, который формировали мужчин 20 ғасырдың жігіттерін, ер кісілерді формировать еткен кейіпкер ретінде, қалыптар Майкл Корлеоне мысалы. Негізінде сол айтып отырмын ғой, кинода сондай бір дүние бар, отрицательное обаяние дейтін. Сондықтан да бізде де енді біз одан тыс кете алмадық. Біз әрине кожаный курткамен жүрген жігіттер, крутой болады, келеді, үйтеді, бүйтеді, мықты жігіттер. Әрине олар көрікті болып көрінеді. Бірақ та соңында біздер акцентті міндетті түрде жасаймыз оны. Міндетті түрде дұрыс ой салғымыз келеді. Бірақ оны жаңағы сіз айтқандай, мысалы 13-15 жастағы балдар оның қабылдауы кішкене басқаша. Өкінішке орай. Анын чындыгында көбүнчө түшүнбөй калып, анан алардагы ошол жана криминал романтизация болуп кетип, алардагы мектептен ошолорду кайталап, мен Русланмын, мен Саянмын деген сыяктуу нерселерди кылып, анан бул нерсенин жоопкерчилигин сезесизби деген суроом бар эле. Әрине. Менин оюмча бул оған енді биздин көрүңүзбү, мисалы ниетimiz дұрыс ойды салу негізінде, ең басында. Соны жеткізе білу. Бірақ та енді ол халыққа тараған кезде оны кім қалай қабылдайтыны, енді оған біздер толығымен бақылай алмаймыз. Әр кісінің оның бақылауын қалай, оның сенің ойыңды қалай қабылдағанын өкінішке орай біз әр кісінің, әр көрерменнің несінен басына кіре алмаймыз. Сондықтан әрине, бірақ та біздің мақсат шынымен ниетіміз дұрыс ой салу, дұрыс ойды тарату көрерменге. Бірақ та жаңағы айтқандай сол арасында бір проблема бар по восприятию. Анан ошол биз көрүп экинчисин бала кезде күтчүбүз да, экинчиси качан чыгат деп ошондо бизге айтчу эле да. Булар ошол криминалды романтизация болуп кетип, экинчисине уруксат бербей чыкпайт деп койчу бизгечи. Сурасак да ошентип койчу да, чыкпайт экинчиси депчи. Анан акыры экинчиси чыкты, үчүнчүсү чыкты, дагы төртүнчүсү болобу деген сыяктуу. Бул окуя дагы уланабы деген суроо. Көрдіңіз бе, мен жоқ, 4-ке енді бұл оны 3-ті қарау керек, өйткені қазір оны айтып қойсам кішкене спойлер болып қалады. Сондықтан әзірше жоқ дейміз, әзірше жоқ дейміз. Өйткені сол 3-ті көріп алғаннан кейін ол толығымен сіз жауабын өзіңіз аласыз. Керек пе керек емес пе деп. Біз бір чети қарасаң, бір бүткөндөн кийин деле экинчисин ойлоносуң да, керек пе керек эмеспи. Экинчиси бүткөндөн кийин үчүнчүсүн ойлоносуң, керек пе. Анткени бир окуя бир толук кандуу. Жоқ, әрине, былай қарасаңыз, жалғастыру үшін идея көп негізінде. Ана жерден де мына жерден де соза беруге болады. Русланның жастық шағында көрсетуге болады, Аманның жастық шағын. Егер де мақсат ол болса, жалғастыру. Әрине, болады негізінде. Қатты күшіңді, ойыңды салып, жасауға болады. Бірақ біз әзірше ондай алдымызға ондай мақсат қойып отырған жоқпыз. Рахмат. Сіздің өзіңіздің қарымы турасында айта кетсеңіз, сіз жаңағындай бул биринчи менин оюмча азыркы күнгө чейин жандын образын жараткан актер байкебиз көзүбүздө жан бойдон калып кете берди да. Кайсыл киного түшпөсүн баягы эле ошол аракеттердеги жанды көрө беребиз да, эмнегедир ошондой болуп калат. Сиз эми ошол тасмадагы ошол жандын уулун аткарып атасыз, бул жакта. Кандай болду образыңыз жөнүндө кеңирээк айтып бериңиз.
Енді басында шыны керек жаңа айттым ғой, подкастта сұхбат беріп жатқан кезде хабарлас дегенде содан бастап ойым бөлініп тек соны ойлайтын болдым. Сіз уже өзіңіздің рөліңізді білгенсіз ал уақытта, иә? Баяғыда өйткені мен екіншісінде бүйтіп қысқа эпизодта көрсеткен, жанның ұлы деп сол кезде бір жаңағыдай хабарлап қойды. Сол енді осы үшіншісін түсіреді деп қолға бастаған кезде кішкене уайым басталды. Өйткені шыны керек Жан Байжанбаев ағамыз өте керемет сомда шыққан рөлді. Жағымсыз кейіпкер болса да ол рөлді мен мысалы қазір ойлаймын, сол Жанның орнында басқа актер болса елестете алмаймын ешкімді. Болды, ол кісі сол Жанның образын қалыптастырып берді. Былайша айтқанда Рекетир 1-дегі Русланның, Жанның рөлдерін ешкім қайталай алмайды. Әрбір рөл өзінің орнында, бұл жақта. Біз қазір Рекетир 4, 5, 6 шықса да бәрібір де Русланды, Саянды, Жанды халық іздейді. Өйткені ол кісілер халықтың сүйіспеншілігіне бөленген кісілер. Содан кейін сондай биікке шығарып тастағаннан кейін сол кісінің ұлын рөлін алып шығу қалай болады деген кішкене қорқыныш болды. Мен шыны керек мазасызданып кеттім, біраз мазасызданып Ахан ағаға көп жазып кеттім. Жазып сұрай бердім, Ахан аға қандай кинолар көруге болады, Ахан аға ол қалай болады. Алматыға 2-3 рет ұшып бардым да Ахан ағамызбен кездесіп шай ішіп ақылдасып отырдық. Түсіндіріп осылай деді. Сосын бір ойладым, сосын киноларды қайтадан көре бастадым. Бәлкім бір жерінде ол кісінің бір ана өзінің күлкісі бар, сол күлкісін қайталаймыз ба, әлде несі бар ма? Мүмкін ол кісіні толықтай қайталамауға да болады. Өйткені баласы шетелде өскен, өзі басқа не болады. Енді оның жасап жатқан ісінен-ақ Жанның ұлы екенін түсінуге болады. Сценарийда солай қылып жазып береді. Сондай қорқыныш болды. Сол фильмдер қарап, жаңағы Рекетир фильмінің біріншісінің бөлімін қайталап қарай бердік. Жанның линиясын көбірек қарап, бірақ енді шыны керек үште енді дәл Жан сияқты болмасақ та, бірақ енді оның ұлы, тура ол кісі сияқты ол жерде ойнаудың қажет жоқ. Өйткені рөл бергеннен кейін актер өзі қалай сезінеді, солай өзіне қалай комфортын солай ойнау керек. Бірақ режиссер қойған задачадан өтіп кетпей, сол бойынша жұмыс жасау керек. Енді біз барынша тырыстық. Біз қазір енді біз жас буын актеріміз ғой. Рауан бар, мен бар, бәріміз. Біз өзімізге баға бере алмаймыз, өзімізге айта алмаймыз. Қанша көрсең де бәрі де өз-өзіңді көрген экраннан біртүрлі қарайсың. Мен қабылдай алмай отырамын өзім бұлай. Қай не болса да бүйтіп кішкене бүйтіп тырысып, іште біртүрлі бір анда зажим болады. Сол үшін мен ойлаймын, енді бағасын беретін оған көрермен, арнайы көрермен бар. Егер көрермен қабылдаса, онда біз сәлде болса көңіліне шықтық деген сөз. Енді жалпы түсірілім кезінде енді ешкімге былайынан қиыншылық келтірмедік деп ойлаймын. Жалпы түсірілім барысы 1 айға жуық болды, жалпы барлығы жеңіл өтті. Өйткені дайындық өте жақсы болғаннан. Тура айтады. Мысалы Асылхан түсірердің алдында 3 ай бұрын текст алып, текстпен жұмыс істеді. 3 ай бұрын, 3 ай бұрын. Прям өзіне етіп, кастинг директор арқылы өзі де маған звондап қайта. Өте сондай, шынымен қазір мен оны білем, мысалы дайындығы өте кәсіби деңгейде Асылхан дайындалды. Жаңағы текст алып, оның бәрін оқып, бірнеше жаңағы линиялар, варианттарды қандай, по пластике қандай варианттар жасайтынын, соның бәрін ақылдасып, Астанадан келіп, әдейілеп келіп, Алматыға бірге жаңа отырып, шай, кофе ішіп, әңгімелесіп. Күрделі дайындық болды. Бірақ енді Асылханға проба ештеңе болған жоқ, Рауандікіндей. Өйткені Асылхан екінші бөлімде түсті. Сондықтан ең басында жаңағы январьда неге звондадым. Өйткені мен Асылханның кестесін біліп алуым керек, көңілін біліп алуым керек. Мысалы, біз бел байладық, Саят екеуміз жалғасын түсірейік деп. Бірақ та бүкіл жаңағы Аманды сомдаған Сәкен Аминов дейтін актеріміз бар. Өйткені оларды біз енгізуіміз керек 3-ші бөлімге. Олардың кестесін білуіміз керек, көңілін білу керек, вообще қалай түскісі келе ме, келмей ме. Соның бәрін ақылдасып алдым. Бір қызық не болды, сол сценарийді алғаннан кейін мен достарымның мазасын алып бастадым. Орысша сөйлейтін достарымызға. Мен Астанада өзім музыкалық жас көрермен театрында жұмыс жасаймын, театрда. Біз бір театрда Самал Ислямова деген актрисамен жасаймыз, бірге жұмыс істейміз. Сол кісінің әріптесіміз Самал Ислямова
Канн кинофестивалі сыйлығының жеңімпазы, үздік актриса атанған. Осы постсоветский пространствода былайша айтқанда жалғыз актриса. Кейін 5 жылдан кейін Түркиядан алды. Жалпы осы үлкен деңгейге жеткен осы біздің Самал Ислямова актриса. Самал апай дейміз. Ол кісі 15 жыл, 16 жыл Мәскеуде оқыған. Сол жақта киноларға түскен. Сол жақта тұрды. И күнде 1-2 сахнасын аламын да, ол кісіге айтып отырдым. Звондаймын. 10 минут уақытыңыз бар ма деймін, 10 минут емес, бір 40-50 минут сөйлесіп отырамын. Ол кісі сосын шай ішіп бастайды телефоннан. Бұлай айтсам қалай болады, бұлай дұрыс бола ма? Өйткені біз бәріміз қазақи ортада өскен адамбыз ғой. Біз қанша орысша сөйлесек те бәрімізде акцент болады. Менің мақсатым ертерек текст алғам сол акценттен жойылу үшін, былай кішкене сонымен күресу үшін. Содан кейін Датова осы фильмге қатты ойым жүрді. 1-2 проекттер шақырды. Бірақ неге екенін білмеймін. Менде бұған дейін отрицательный персонаж болмаған. И сол рекетир түсірілім басталған уақытта, басталайын деп отқан уақытта басқа проекттер шықты. Жаңағы Сәлемнен, тағы басқа жерлерден 1-2 сериалдар шықты. Осындай бір отрицательный герой бар бізде. Сон мен кино әлі шыққан жоқ. Бірақ ешқайда алаңдағым келген жоқ. Шыны керек 2 полный метрден бүйтіп отказ бердім. Өйткені мен үшін бұл үлкен жауапты, былайша айтқанда жауапкершілігі мол жоба болды. Рөлдің өзі де, өйткені оңайшылықпен алып шығам деген рөл жоқ қой ешқашан. Қойды 10 күн түсірілім болса да, сен оған жауапкершілікпен қарау керексің. Сон. Бұл сізге дағы бұл жақтан жақсы да, сіздің актеріңіз мына ушундай жауапкершілікті харакет кылып иштеп атса. Мысалы біз ана жобаға кірісер кезде барлық актерлар, және тек қана актерлар емес, вообще мысалы түсірілім, шығармашылық топ, жас балалар, ыңғай жас балалар бәрі келеді. Біздің арманымыз, рекетир жобасында жұмыс істеу біздің арманымыз. Рекетир жобасы. Сондықтан ана отношение дейді ғой, өтті сондай бағалы болды да мен үшін. Ол мені еще жігерлендіреді. Мені жігерлендіреді бір, және жауапкершілікті көтереді. Маған өйткені сенім білдіріп жатыр ғой бәрі. Эң сон. Рекетир биринчиси кассадан канча топтады эле? Бірінші рекетир Қазақстан бойынша $1,150,000 жинады. Ал уақытта өтө жакшы. Өтө. Экинчиси кандай болду? Екіншісі тек өзін ғана ақтады. Ал $900,000 бардық та, сол кезде тоқтадық. Тек өзін ақтады. Экинчисинин мисалы негизи жалпы элге кандай кабыл алды ошо экинчисинин элдер? Өтө бір қызықты дүние болды. Шынымен де біз ана күтілім дейді ғой, көрерменнің күтілімін ақтаған жоқпыз екінші бөліммен. Бірақ бірінші бөлім ұнамаған көрермен болды. Аз емес, мысалы, оларда аз емес. Оларға екінші бөлім ұнады. Ал бірақ та ана бірінші бөлімнің көрермендері ұнаған, олар екінші бөлімге кішкене бетін тартты одан. Өкінішке орай. Сондықтан бізде қазір мына үшінші бөлімді түсірердің алдында жауапкершілік мен өз басымда өте үлкен болды. Өйткені бізде ана бірінші бөлімнің көрермендердің негізінде сенімін, күтімін ақтау болды. Ол өте жоғары деңгейде болды да. Сондықтан жауапкершілік өте жоғары деңгейде болды. Албады, мен дагы бир ойлонгонумдун себеби, биринчинин мынчалык элге кызык болгондун дагы бир эң чоң себеби бул ошол сиз жогоруда бир эле айткан жана кинематографичный 90-2000 жылдагы бир ретро атмосфераны бергениңиз дагы болду да. Анан экинчи бөлүгүн көргөндө эмнегедир отурган жок да ошол атмосфера, ошол состояние. Жок, анан үчүнчү бөлүгүндө ушул жактарын кандай карадыңыз? Үчүнчү бөлүгүндө эмне өзгөчөлүктөрдү кылдыңыз? Эмнеси менен үчүнчү бөлүк өтөт деген ойдосуз? Ушул нерсе өтө көп ойландык. Негізінде оны қалай жалғастыру, ана бірінші бөлім мен екінші бөлімді ұйқастырып жалғасын табу оңай дүние болған жоқ. Бірақ та Аллаға шүкір сәтті түсіп, біз сол ана сценарий барысында идеясын талқылаған кезде бір сондай менің ойымша жақсы шешімдерге қол жеткіздік. Соны нетіп жазып, диалогтарын жазып. Және көрдіңіз бе, мысалы біраз уақыт өтті, я? Саян жанды өлтіріп түрмеге отырады. 10 жыл өтеді. Шынымен де 10 жыл өтті. Шынымен де. Сондықтан заман өзгерді. Өмір өзгерді. Және кейіпкерлер өте өзгерді.
бірінші екінші бөлімде болған кейіпкерлер, олар қалай есейді, олардың өмірінде қандай өзгерістер болды, және біздің өмірімізде қандай өзгерістер болды, заманымызда қандай өзгерістер болды. Соның бәрін бақылау, менің ойымша, көрерменге өте қызық болады деп сондай үмітпен келдік те біздер үшінші бөлімге. Және де мен шын айтайын, енді кішкене спойлер айтып қояйын, менің ойымша қырғыз көрерменіне особенно актуально болады үшінші бөлім. Неге? Өйткені мына сіздерде мына бір жарты жылдың ішінде өте бір сондай оқиғалар болды. Біз оны әдейілеп жасаған жоқпыз. Одан кейін болған дүниелер. Біздің мысалы даже Қазақстанда да кейбір сондай өкінішке орай бір сондай бір күрделі оқиғалар болды да, соның бәрі біздің киномызда бар. Сонда көрдіңіз бе, кішкене социальный өте сондай қалай деуші еді, актуальный дейді ғой, актуалды темалар біздің киномызда көп. Сол бүгінгі күнге сай қылып жасауға тырыстық. Қырғызстаннан актер түсті, сонысымен де қызық болады. Да, сонысымен. Және де Бішкек кәдімгідей бізде кейіпкер біздің киномызда. Бішкек бізде кейіпкер. Және біздер киномыздың бірнеше сахнасын Бішкекте түсірдік. Бішкекте келіп, Бішкекте түсірдік. Бүгін кешке жақын, біздің актерларымыз. Операторымыз да Қырғызстан ғой? Оператор енді ол бөлек дүние. Бірінші Хасанбай көрерменіне өте қызық болады. Жоқ, Жантай, ұлы. Ұлы тартты. Бірінші Хасанбай көз тартқан. Хасанбайкемен мен 90% киномды түсірдім. Соны түсіріп жүрген кезде Жантай, ол біздің қолымызда, көз алдымызда өскен бала вообще, площадкада өскен бала, Ол оқып жүріп те, студент болып жүріп те біздің киномызда келіп, папасына, әкесіне көмектеседі. Сөйтіп жүріп, өзі де оқуын бітіріп, оператор болып, қазір үлкен оператор. Қазір мысалы бұған дейін 2-3 жобаны Жантай өзі оператор-постановщик болып жұмыс істеді. Бірақ мен әкесінен рұқсат алдым. Хасан, сен ренжіме. Хасанбай қазір өзі тартпай. Өзі тартады, бірақ та менімен соң қанша моя половина дейтін 1 жыл болды, бір жарым жылдай болды. Бір жоба жасадық бірге. Қырғызстан, Қазақстан демекші, бізде Раван мырза Қырғызстандың аудиториясында қырғыздайлы танылып қалған да. Анткени тасмалар чыгат, кыргызча которулат, жүзү кыргыздыкы, өңү кыргыздыкы, анан баары эле ошо Раванды кыргыздар дегендер да жок эмес. Андыктан бизде мисалы ошондойлор болот да, эске да. Әлі күнге дейін мысалы мен стрим жаңағыдай либо прямой эфир сондай бір жерде отырған кезде, а чё сен қазақсың ба не дейді маған. Сонымен мені даже мысалы мамамның жұмысындағылары қырғыз деп болған. Одан кейін мамамның WhatsApp-ындағы статусын көреді да, но сіздің балаңыз ба дейді. Біз оны қырғыз деп жүрміз ба дейді. Сондай нелер болған. Одан кейін өткені мен Черный дворда да, приговорда да мен қырғызша сөйлеген ғой. Араларында бір андай фразаларда, мысалы бір сөйлемдерді қырғызша сөйлеп, енді история болған соң, история Қырғызстанда болып жатыр ғой. Одан кейін тек қана орысша сөйлесек, ол енді неправдоподобно болып қалады да. Сол үшін бізге жаңағыдай арасында қырғызша текстер беріп отырды. Біз оны жаттап, яғни біздің тілдеріміздің ұқсастығы соншалықты маған ешқандай қиындық болған жоқ. Өйткені жаңағы маған автор сценарист келеді, Рауан, осылай айтасың, осылай мына жерде дейді. Все хорошо, 1-2 рет қайталаймын, барамда, одан кейін акцентімді дұрыстаймын. Так, акцент бар по-альбому. Акцентімді дұрыстаймын. Камераның алдына барамда түсем, жақсы шығады. Одан кейін сұраймын, жақсы ма, нормально ма, дейді. Сондықтан болар мен жалпы мені қырғыз деп ойлайды. Өйткені мен бір 3 проект қой. Осы уақытқа дейін 3 проект қырғыздың. Болгондо дагы 3 чоң проектте башка каармандар жараттыңыз. Ошолордун мисалы биринчиси ошо Черный двор, бул уже жакшы бир байгелерди дагы жеңип алды. Буюрса приговор болсо Казакстанда да жакшы ийгиликтер жаратты. Анан мындай суроо да, ошо Казакстандын командасында, Казакстандын чоң тасмасында дагы жүрөсүз. Анан кыргыздардын дагы киносунда, кыргыз тасмасында дагы кыргыз команда менен жүрөсүз. Сиз үчүн мындай кандай айырмачылыктар сезилет ошол жакта? Айырмачылык нақты бір айырмашылық жоқ. Бирдей эле. Андай өткені біздің жалпы салт дәстүр, тәрбие, жаңағы иерархия дейтін бізде барлығы бірдей. Сондықтан да ешқандай бір өзгеріс, ешқандай бір айырмашылық көрмегем. Тек қана бір-ақ моменттер болады, мысалы, ол площадканың масштабы, мысалы, мен
Кыргызстанда чорунду орго түшүп жүргөн кезде или приговорго түсүп жүргөн кезде масштаб үлкен болот. Казакстанда бир проекттерде масштаб кичкентай, башка проекттерде масштаб үлкен болот. Ол мисалы ол бир байланып турган бир элге байланыштуу эмес. Казакстан масштабындай Кыргызстан масштабы деген жок. Ол бир проектке байланыштуу. Тек кана сондай айырмачылыктар. Одан башка сол эч кандай айырмачылык барлыгы бирдей. Мен анау досторум азилдешет менен. Осы кыргыз элинде бауырларым бар. Жалпы өзүмүздүн элде де бауырлар бар. Тағы да бір Кыргызстанда сен бір 3-4 киноға түссең, кыргыз элинин урматтуу азаматы боласың дейт да. Жаңа медаль берет сага дейт да. Болушу мүмкүн, эмнегедир. Биздин деле кыргыздын актерлору Азизбек Шеналиев, Марат Амираев, ошо казактын эле актер болуп калды, мындай караганда казактын кинолорунда жүрөт баардыгында. Бул жактан бул эң сонун менин оюмча көрүнүш. Бул казак кыргыз бир тууган болгондуктан алышып, беришип, бири-бирибиздин тасмабызга түшүп, бири-бирибизди тасмага түшүрүп, мына ушундай практикабыз менин оюмча өнүгө берсе, бул кинонун өзү өнүгө берет болуш керек, туура айтасызбы? Акам айке, казактын киносу каяка баратат? Ошол туурасында бир аз кеп салыңызчы. Енді өсүп жатырмыз. Өтө өсүп, өндүрүс казыр кадимгидей бир сондай үлкөн серпин алды. Өйткөнү жылына өтө көп, әр четверг сайын премьералык күн ғой. Ооба. Кем дегенде 1-2 казак киносу прокатка чыгып жатыр. Ендігі менің өзімнің енді және әріптестеріммен де ол оймен бөлсем, біздің кішкене киномыздың жаңағы прокатная география дейді ғой, соны кішкене кеңейту керек. Өйткені мысалы Ресейге де шығу керек. Енді біздің енді сіздермен Өзбекстан бар, ол енді по умолчанию ол жаққа баруымыз керек, болуымыз керек негізінде. Өйткені тіліміз де, дініміз де бір. Сондықтан мен ойлаймын, егерде мысалы ана түрік елдерінде де бір сондай мақсаттар болатын, түрік елдерінің бір нарығына сондай бір жобаларды жасап, ортақ нарыққа соны шығару. Өйткені ол экономикалық жағынан, коммерциялық жағынан өте пайдалы. Мақсат сондай. Менің енді ойымша, соны кішкене жаңағы прокатный географию кеңейту керек. Және енді ала берса, сапасы да, киномыздың сапасы да өсіп жатыр. Оның количество перерастает в качество дейді ғой. Ол закономерный зат та. Негізі көп түсіре берсек, әртеуір арасынан біреуі озып шығып бір деңгейге үлкен, сонда енді халықаралық деңгейге шығу керек. Сон. Мен бұл сұраумдың бағы бергенден бір себебі бар да, анткени мисалы Рекетер биринчи тасмасын сиз чыгарганда аны убагында түшүнгөн эмеспиз, бирок кийинчерээк кайра көрүү менен ал жакта сиз колдонгон казактын улуттук колориттик бир код бар да. Ошол жакта мисалы Рекетер тасмасын кайсыл жактан көрсөң да ал жакта казактын окуясы, казактар бар. Там мисалы жатып алып, мисалы Руслан бол жатып алып тамак жеп аткан жеринде, сүйлөгөн жеринде бир мындай берилбейт, бирок казактын бир улуттук колорити бар да. Рахмет. Енді біріншіден өзім қазақ болғаннан мүмкін. Екіншіден мен ойлаймын, әрине мысалы енді біздің өмірімізді көрсетеміз ғой. Бүгінгі күннің өмірін көрсетеміз мысалы. Сондықтан егерде былай келсең де Русланның жаңағы айтып отырған мысалы Құрманғазының жаңағы музыкасын естейді, тыңдайды. Немесе жаңағы жатып бешбармақ жейді. Немесе мысалы қазір 3-ші бөлімде де біздер киномыздың басы астан басталады. Біз енді біздің күнделікті өмірден кете алмаймыз ғой. Бирок биз мисалы мындай деген нерсе бар го, азыркы акыркы тартылып аткан тасмаларда биз эми Голливуддун тасмаларына, башка жактын тасмаларына меңге сиңип калган, мен көрүп атыпчы. Анан биз ошолордун бир нерселерин ала беребиз да, мисалы казак кыргыз эч убакта туруп алып бир тамак ичип мындай бокал кармаган эмес да, негизи мындай карагандачы. Жанагы айткандай ошол колу менен бешбармак жеген, отурган, то есть бул өзүнүн колорити бар да бул жактачы. Анан ошол нерселер мындай культовый тасмаларга кошулуп, ошол мисалы ошол эле дүйнөлүк аренага чыкканда бул кубандырбай койбойт да, сөзсүз түрдөчү. Рахмет. Ооба. Анан биз да билет элек, ошо биздин дагы ошол тасмаларга акырындап ошол нерсе кирсе, анткени акыркы чыккан тасмалардын көбүндө биз жалаң Голливудташып кеттик да, көбүнчө байкасак. Мен казактардын деле көп тасмасын акыркыларын көрөм, чоң режиссерлордун тасмаларын көрөм. Ал жакта казактар жок да, Казакстан жок, казактар жок. Ал жакта окуя башка жакта. Каарман геройлор бар, антагонисттер бар, бирок антагонисттер, геройлор казак эмес да, билбейм, бир американец же бир орус ушундай бир нерсе да, бир мындай каарманда ушундай нерсе жок да. Бирок именно ошо Рекетердин биринчисин көргөндө мен ошону сезген элем да.
ошол Русландын жүрүшүндө, турушунда, рахмет, сүйлөшүндө. маған ол өте бағалы баға. Рахмет. Ошол нерсени мен дагы үчүнчүсүнөн күтөм. Экинчисинде мен көп аны байкабадым, бирок үчүнчүсүндө ошол Табасыз деп сенем. ошо үчүнчүсүндө күтөм. Эң сон анан дагы бир сураган нерсе, кыргыздардын киносун көрөсүздөрбү? Кыргыздын байкайсыздарбы? Акыркы жолу кайсы кинолорун көрдүңүз эле? Мен шынын айтайын, мына өтө қазір тура әдейілеп пейиш киносын көргім келіп жүр. Көре элексиз. Әлі көрген жоқпын, өкінішке орай. Русланды өте жақсы танимын, білем, досым менің, ол әріптесім, өте сондай сыйлаймын Русланды. Және сондай аты шулы кино болып жатыр ғой қазір. Соны өзім бір рахаттанып, бір уақытын тауып, өйткені шынымен де мына мен қазір 2 жылда 4 кино жасадық. Тура бос уақыт қазір кәдімгідей дефицит болып жатыр да. Әрине қырғыз киносы вообще бөлек дүние. Өтті мен енді сіздерге келіп сіздерді мақтап отырған емеспін. Негізінде өтті кинематографичная нация дейді ғой. Өйткені сіздер білесіз, наследие, қырғыз фильм. Это керемет наследие сіздерде. Кыргыз керемет. Иә, қандай үлкен режиссерлар болды. Мен жаңа тоже балаларға айтып отырмын. Мысалы менің әкем, туған әкем, Төлеміш Шөкеевтің Көксерегінде түсті. Ол кезде Хасан Байке деп отырмыз ғой бәріміз. Хасан Байкенің папасы, Жантайдың атасы, оператор, оператор. Төлеміш Шөкеев марқұм, ол кісі, марқұм Чоқморов, сондай үлкен біздің енді о дүниедегі әріптестеріміз, жатқан жерлер жайлы болсын. Мысалы менің папам солармен бірге жұмыс істеді. Сондай енді знаковый кино, ана мақтан тұтатын кинолар ғой, ана совет уақытында. Албетте. Әрине ондай наследиясы бар ұлттың киносы жай болмайды. Сіздер өте сондай шынымен де өте кинематографичный нация. Оны көбісі айтады. Ресейліктер де оны мойындайды, біз де оны мойындаймыз. Мен өз басым оны айтамын, соны мақтан етемін. Мысалы өзімнің бір кішкене болса да қатысым барын қырғыз киносына. Сондықтан әрине мысалы Русланның анау «В поисках мамы» дейтін киносы болды. Өте керемет дүние. Мен сүйсініп қарадым оны. Одан кейін енді кейінгі шығып жатқан киноларды аты шулы мен көрген жоқпын. Құрманжан Датқаны көрдім. Одан кейін енді мына «Приговор», «Черный двор», оны бәрі көрдік. Өйткені мен Рауанды киноға тартардың алдында, рөлге тартудың алдында Рауанды көріп алдым мен. Қай нелерге түскенін, қай киноларға түскенін. Өте ұнайды. Негізі Ақан Байкенің тасмаларындағы геройлары, қаһармандары өте мындай орысша айтканда реалистичный да. Көз караштары, оюну, играсы, то есть өтө реалистичный. Анан силер уже бул нерселерден өттүңүздөр да. Анан мага кызыктырган суроо Акан ага актерлор менен кандай иштейт экен? То есть кандай жардам берет экен, кандай иштейт экен, задачаны кандай берет экен, ошол туурасында бир аз канткенде актерду ушунчалык деңгээлде оюнун чыгара алат, интересно. Мен Ахан агамен 5-ші жоба мүмкін жұмыс жасаған. Бірінші «Жау жүрек мың бала», екіншісі «Сұңқар» деген сериалға түскем, ат туралы. Ол кезде Ахан аға продюсер болды, Сатай фильм болды. Волоколамское шоссе, Бауыржан Момышұлы туралы да бір эпизодта. Рекетир 2, Томирис, 6 жоба екен. Енді көп актерлардың қазіргі біздің кинода басты рөлдер сомдап жүрген көп актерлардың бағын ашқан Ахан ағаның проекттері ғой. Оны бізде ешқандай жасыратын ештеңе жоқ, оны бәрі айтады. И көп актерлар, актрисалар Ахан ағамыздың киносына түскісі келеді, қуана түседі. Жаңа айтып отыр ғой, Ахан ағамыз Рекетир 3-те көбісі өз жұмыстарын сырып келді деп. Ол біріншіден ағаға деген құрметі, ол кісінің кәсіби маман екені, мықты маман екенін дәлелдейді. Сосын актерлармен жақсы жұмыс жасайтынын дәлелдейді. Және Ахан ағаның проекттерін жобаларда сосын бір жағынан өзіңді актер ретінде сезіне аласың да. Условия жақсы болады, сондай жағынан. Ал режиссерлік жағына келетін болсақ, өте енді жақсы задачаны қойғанда түсіндіріп, ойыңды тыңдап, сен пікір алмасып, сол жағынан өте жеңіл, аурасы жеңіл, сол жағынан жұмыс жасау комфортно. Өйткені мен анау ұялмай жаза бергенім, сұрай бергенім де сол да. Емін еркін сөйлесе аламыз. Ахан аға деп уақытта жазып беремін, түнде жазып беремін. Ахан аға ертең жауап береді, мысалы сол уақытта жауап береді,
түнде жазсаң ертең жауап береді, осылай. Сондықтан арада ондай не жоқ. Барьер жоқ, құпия жоқ, секрет жоқ. Ал енді мен сол бірнеше жоба істедім. Құдай қаласа енді фильмдеріміз сәтті шығып жатса, сосын Рауан сияқты артымызда бауыр қарындастарымызға, Ахан ағамен жұмыс істеулеріне тілектеспін. Өйткені біраз өсуге жақсы мектеп болады. Ең сон. Рауан мырза, тасма тартылуу учурунда процессте күнүгө кызыктуу окуялар болот эмеспи негизи? Анан ошол бул чоң 1 айлык чоң проекттин ичинде кантип бир кызыктуу окуя болгон жок? Бөлүшүп кетсеңиз. Мен 1 айдын 9-10 күндө түшүп кеттим. Негизинде менде андай го, жалпы көп площадкаларда площадкаларга келген соң жұмыстың андай Печенье көп десе, конфет көп Ахан аға проектісінде. Сол басқа бір проекттерге барсаң, андай жұмыстың бәрі-біріне бүйтіп жинданып, деп жүреді да. Мен енді оған дейін Ахан ағамен жұмыс істеп көрмеген ғой. Бірінші рет келем, бір изобилие ғой андай. Ондай болады ғой андай. Бір сатта ариямен тұрған сияқты. Ахан аға отырады да, веерлармен тұрады да, бүйтіп Ахан аға отырады да, добро пожаловать. Сол андай, сол аппақтан да андай. И кіріп келесің да, отыр. Садись деп айтады сосын. Отырасың да. Күн ыстық болса Ахан ағаның жанында сап-салқын ба? Сап-салқын. Сосын жаңағыдай. Біздің случайда енді қымыз әкеп береді жаңағыдай ше. Жалпы мен образын айтып жатырмын. Өте сондай бір жеңіл, иә? Площадкада өте жеңіл атмосфера. Асылхан аға айтып өткендей, бір сондай бір жаның тынышталады, күшті, андай білмеймін енді басқалар қалай, менде дәл сондай ощущение болды. Ахан ағамен жұмыс істеу керемет. Ахан аға образдарды андай бір сценарий оқып жатқан кезде бір читка болды ғой басында. И сол кезде жаңағыдай образдарды сразу образына түсіндіріп кетеді да. Неге бұндай эмоция, неге мынандай деген сияқты. И площадкаға барған кезде де андай жалпы режиссер-постановщиктер бар, и жалпы художник режиссерлар бар да. И Ахан аға художник режиссер да. Потому что актермен жаңағыдай жалпы жұмыс істеу күшті да. Андай не жоқ та, бір постановочно бүйтесің деген жоқ. Жалпы, сен қалай көресің? Давай бүйтіп көрейік. Уже сен әр актер өзінің рөлін, өзінің персонажын сезеді. Уже içine шығады. Сол режиссер болады. Уже сол автор болады өзің. Сол үшін Ахан ағаны режиссер художник деп есептеймін. Өте керемет. Маған рахмет аға. Сендерге рахмет. Ахан аға бүйтсеңші. Шынымен де өйткені Аллаға шүкір өте көп бізде сондай бір талантты менің әріптестерім, актерларым шынымен де іліп алып кетеді. Ана кастингке дайындық кезінде, кастинг болған кезде сол кастинг мерзімі өте сондай жауапкершілігі мол мерзімде, өте очень важный период ана актерларды таңдау. Сондықтан мысалы кастингтен іліп алса әрі қарай жеңіл кетеді де бәрі. Сондықтан ана пробада неде жаңа Романның айтып отырғаны, пробада енді сындырып жіберді дейді ғой қазір, сындырып жіберді ана пробаны. Актрисаны есімін атамай қояйын, бір сахнасы болады, сондай эмоциональный сахнада. Соны Роман ойнаған кезде ана бетін ұстап алды да жібермейді ана бетін. Актрисаның да пробасы бар ғой. Актрисаға ол ұнамайды мысалы. Беті әжім болып жатыр ана жерде. И жібермейді ана бетін. Ұстап алған. Ол негізінде енді Романның шеберлігі. Шынымен де шеберлігі. Ананы әбден берілді де өзінің кейіпкеріне. Ойлап жатқан жоқ ана кімді. Актриса, это твои проблемы, ананың проблемасы. Бірақ кейін ана актриса айтты. Осылай деп. Мен келіп Романға кішкене тоже айттым. Енді 8-ка екінші камера оны түсіріп жатыр ана әйел кісіні. Сол кезде Роман уже кәсіби деңгейде келесі айтып қойдың. То есть какой он гибкий к комментариям режиссера. Сразу оны бақылады, келесінеге алған кезде
ана актрисаны да ойлай бастады, оның да ойынын ойлай бастады партнер ретінде. Ол уже зрелость дейді, это партнерін ойлау. Сондықтан жас болса да өте кәсіби деңгей өте олар мені мақтады, мен оларды мақтап жіберемін. Енді Асылханның орны бөлек. Иә, шынымен де уже 6 жобадан біз көп одан кеттік. Асылханның шеберлігі. Мен ойлаймын, енді біз шынымен де, егер де мысалы қазір біздің өндірісіміз Американың өндірісі сияқты болып жатса, мысалы кәдімгідей үлкен дүниежүзілік деңгейдегі жұлдыздар. Бұйырса келешектегі чоң жұлдыздар екеніне күмәніміз жоқ, албетте. Анан Ахан аға, мындай бір сұрау бар да, адам негизи өзү кетирген катасы менен чоңойот эмес пе? Ката кетирет, ошонун үстүндө чоңойот, коңдойт, өсөт деген сыяктуу. Сиздин өзүңүздүн режиссерлук карьераңызда кетирген эң чоң катаңыз кандай деп айта аласыз? Негізінде менің рекетерде айтатын кейіпкерімнің сөзі бар. Когда надо было делать, я делал, ни о чем не жалею дейтін. Сол мен өкініш жоқ негізінде. Вот шынымен қазір мысалы былай айтам, енді бір қателікті былай қазір жақтан өкініш деген башка, анткени мисалы ката кетирип, ошол ката үчүн өкүнбөшүңүз мүмкүн, анткени ошол ката үчүн бир сабак алдыңыз да өзүңүзгөчү. Бирок ошол кетирген катаңыз, ошол эң чоң алган сабагыңыз балким эмнеде болушу мүмкүн деген суроо да. Эң үлкен катем жау жүрөкмүн бала Асылханды алганым десек солай калжыңдап атырмын да. Карьераңызда ушундай бир моменттер барбы? Енді мүмкін жана биздер мен Қазақфильм киностудиясын 2 жыл басқардым. Өте үлкен тәжірибе болды мен үшін. Бірақ та мен режиссер ретінде тоқтап қалдым. Иә. Өспей қалдым режиссер ретінде. Бірақ та сол Қазақфильмнен шыға берісте 2 жылда 4 кино түсіріп кішкене уф дедім. Нагнал ба? Жакшы. Сиз кийинки тасмаңыз буюрса, Анель уже чыккан, Анель чыкты, иә. Анель кандай болду биринчи ужас тасмаңыз? Ошол туурасында бир айтыңыз. Көңүлүмдөн толугумен чыкты. Өтө бир сондай тың дүние деп өзүм сенем. Қазір интернетте бар, Кинопоиск нелеринде, желісінде. Бизге келген жоксуңар, Жоқ, Анель естуім жоқ. Сол Кинопоискте бар қазір. Өте менің ойымша өте бір сондай сапалы, көңілімнен шықты өз басым. Эң. Анан негизи сиздин жашооңуз өзү рекетир тасмасынан кийин кандай болуп өзгөрдү? Әрине, мысалы ол менің бірінші жобам болды ғой, бірінші кином. И такой успех, да? Иә. Одан кейін кино түсірем деген бел болады. Өйткені мүмкін егерде ондай рекетердің жолы ондай болмаса, кім біледі, мен мүмкін жарнамаға қайтушы едім, мүмкін. Өйткені жарнамада шынымен де қаражат жағынан және енді 1-2 айдың ішінде бір жоба жасайсың, ақшасы кейбір кезде кинодан да жоғары. Жарнаманың ақшасы. Сондықтан мен өзімді очень комфортно жарнамада чувствовал. Бірақ та айтады ғой, любой какой солдат не мечтает стать генералом дейді ғой. Сол сияқты мен де жарнама түсіріп жүріп, киноны енді армандап жүрдім, кино түсіру. Сол сәті түсіп, рекетерді түсіргеннен кейін, сондай анандай сәтімен шыққаннан кейін киноны жалғастыру уже өмірлік бір жолым болды. Рекетерді мұрын көргенде жаңағы сценалар бар ғой. Ак фондогу эле моменттер да, самый такие культовый момент ошол ак фонго тартып коесуз. Ошол нерсени мурун түшүнчү эмес элем, бирок кийин ошол нерсе өзүнүн бир такой бир стиль, мисалы мына нерсе мурун кийин болбогон бир стилди бир көрсө бериптирсиз да. Анан бул нерсени сиз кандайдан келип чыкты биринчиден? Кандай колдонуп калдыңыз бул тармакты? Мен мурун ойлогон элем да, балким акча жетпей калып калды экен, же жетишпей калып калды экен, же пересъемка кылды экен деген сыяктуу ойлор кеткен да мурун көргөндөчү. Әдемі сұрақ. Негізінде ол концептуально бірінші бөлім ол Саянның өлер кезіндегі бүкіл өмір баяны көз алдынан өтеді, туғанынан бастап. Ал ол ақ фондағы түсірілген дүниелер Саянның жоқ жері. Ол кезде кадрда Саян жоқ. Тек сол сәттерді біз ақ фонда түсірдім. Ол концепция. Сон. Бул негизи тасманын биринчиси дагы Саяндын көз карашы менен болот эмеспи? Саяндын рассказы. Иә, тура. Айтады ғой, у людей перед смертью вся жизнь перед глазами пролетает дейді ғой. Сол сияқты ғой. Өлер жатқанда вот и все дейді ғой соңында. Вот и все. Біз негізінде бірінші бөлімді бітірген кезде екінші бөлімді түсіреміз деген мақсат болған жоқ бізде. Үчүнчүдө ошондой нерселер барбы жокпу?
Жоқ, үшінші концепциясы бөлек. башкача. Иә, закадровый текст жоқ. Бирок ал жакта дагы бир каткан нерселериңиздер бар, Жоқ, әрине, енді Саянның өзі, геройдың өзі бірінші бөлімнен үшінші бөлімге келуі, әрине, ол енді наследие ғой бірінші бөлімнен. Бірақ концептуально, креативно анандай форма подачи истории басқа. Эң сон. Эми буюрса ийгиликтүү бул проектти бүтүрүп алыптырсыз. Эми алдыда дагы кандай максаттар бар, кандай пландар бар? 1-2 жобамыз бар. Енді қазір біздер Сатай фильмді қолға алып, тағы да бірнеше жобаға бел байлап жатырмыз. Әрине, қазір қараймыз енді мына рекетирдің жалғасы қалай болады, қалай көрерменнің көңілінен қалай шығады, қандай касса жинайды. Оның бәрі қазір енді бізге әсер етеді келесі жобамызға. Сиздердин бул тасма уже Казакстанда уже чыкты. Иә. Уже көрөрмандар көрдү. Сизге мисалы жаккан, балким жакпаган, балким таң калтырган кандай ой пикирге кабылдыңыз? Кандай сындар болду? Аллаға шүкір, көбісінің көңілінен шығып жатыр. Біздер бағаны алып жатырмыз қазір көрерменнен. Және сондай бір қуанышты жағдайда, өйткені біздер мысалы қазір рекорд дейді ғой, рекорд қойып жатырмыз касса жағынан, Қазақстанда. Ресейлік көрермендерден де үлкен өте сондай бағалар алып жатырмыз. Әріптестерімнен үлкен жаңа Петр Буслов дейтін әріптесім бар. Мықты сондай криминалды жанрда түсірген үлкен дүниелері бар. Одан үлкен баға алдым. Ташкентке барып көрсеттік. Ол көрермендерге де өте қызықи, өте сондай ұнамды болып жатыр да киномыз. Сондықтан қазір енді келесі жобаларды мүмкін тура осындай бір жаңағы біздің елімізге бір ортақ темаға сондай бір Қандай жанр? Жанры енді қазір айтсам қызықи болып. Енді оны қазір жобамен ғана, только на карандаше дейді ғой. Стиль, жанр примерно белгілеу бір. Фэнтези, иә. Оған әлі барған жоқпын өз басым, бірақ та сол жағына кішкене былай ойымыз қазір ортадан шығып жатыр біздің енді инвесторлармен, продюсерлермен. Сол жағын қазір сол жаққа бел байладық. Эң сон. Азырынча бизге трейлерин гана көргөнбүз. Трейлерин гана көрдүк. Анан биздин интернет тармактарыбызда аябаганда кеңири тарады, көбүнчө аябаганда пикирлер жазды. Анан бизге силерге сурам, трейлерди өзүңүз негизи чыгарардан мурун, чыгаргандан кийин канча жолу көрдүңүз? Трейлерди ме? Ооба, трейлер. Енді бір мүмкін 200-ден асатын да шығар. 200-ден ашық. Эми бул суроомду жөн сураган жерим жок. Бизде трейлер деген рубрикабыз бар. Ал жакта жаңа чыгып аткан кинолорду биз трейлерин көрөбүз. Трейлеринен анан суроолорду таап, суроо беребиз. Тапсаңар азаматсыздар, таппасаңыз да азаматсыздар. Анда эмес, ар бирөөңүзгө бирден суроо, трейлердин ичинен эле бул жактан, эмелер болсо. Тапсаң 5000 сом. Таппасаң 10 Сен маған 5000 сом. Дайырсыздарбы? Так. Суроолор өтө эле жөнөкөй. Ар бирөөңүзгө бирден суроо берелип, трейлерди. Биз кай фильмдин трейлери экенин табуубуз керек. Жок. Мен ошол эле именно сиз канча жолу көрдүңүз именно Рекетир 3-түн трейлерин? Сол именно Рекетир 3-түн трейлерин сол трейлер. Ошол трейлердин ичинен бир суроо берем да. Бир нече рет көрдүм енді. Канча рет? 10, 5, 100. 100ге жетпейді енді. Ой, сен сразу же сдаешься, да? Біліп алдым. Көрек 200 рет көрдік ақанаға. Окей. Мен сізге байланыштуу бир суроо берейин. Тасма трейлер башталганда мындай кадр бар экен. Сиз столдун үстүндө отурасыз. Менин оюмча жаназа бир нерсе болуп атат. Куран окутуп атыптырсыз. Жаныңызда 2 молдо отурат. Ошол кадрды эле эстеңиз. Ошол кадрда астыңызда бир устукан турат. Столдун үстүндө деме, анан астында бир эт устукан турат. Ошол койдун кайсы устуканы? Эми казак билиш керек го. Устукан деген басы. Койдун басы. Устукан эме? Орыс кандай устукан? Кай неси деп тур, койдун басыма, колума, аягыма. Кай денес мүшөсү ғой. Койдун кайсы дене мүшөсү? Басы. Башы, Сиздин оюңузча барбы? Сиз Акан байке? Жок, кой жок онда. Койдун бир эт бар. Ет бар. Ошол. Жылқы жамбасы, ең ана... Туура айттыңыз, жамбасы. Жамбасы деп болчу ошо. Ошол суроо ошол негизи. Дурус па? Дурус. Сиздики баш, бияк жамбас. Негизи жамбаш деп экен. Бас ғой, просто главный бас деген. Мен ойлогом, койдун жамбашы го деп бир жылкы. Ол кәдімгідей біз художник-постановщикпен, ол бастапқы дастархан, имам отырған дастархан, ол... Не, бас болған просто кейін компьютер графикамен алып тастады.
жамбаш болчу, Жа, жамбаш. жамбаш, аха. Туура. Ошол 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 сыяктуу. Так, экинчи. Алда. Рава мырза, бул жактан эме трейлер башталганда эле Саян мырза күмбөздөр келет экен. Келгенде күмбөздөр турат, бир нече күмбөздөр. Ошол жакта канча күмбөз бар? Саяндан алдында, кадрда. Қазір айтамын. санап жатыр. Иә. Бесеу ма? Алтау. Сиздин оюңузча. Алтау. Канча сиздин? Бесеу. Бешөө. Сиздин оюңузча? Төртеу болды. Трейлерде алтауда бесеуде көрсөтүлмөдү. Көрсөтүлгөн бир кадр бар. Жок, ана жанұясын айтасыз ба или жалпы ма? Жок, бир кадр бар экен. Кадрда Біреу. кадрда Саян кирет Бирөө экен, бир астында күмбөз. күмбөздөр турат. Біреу. Памятники, эстелик. Біреу тұрады. Бирөө. Жок, бир нече там ал жакта. Онда бесеу. Негізі алтау ма? Ақылай. Жок, негізінде алтау салдық. Біз Алтау қазір спойлер жасап қойдық алтауды. Аманның шешесі және алты кімнің жанұясы Саянның. Бірақ та кадрда неше болғаны. Кадрда Кадр қанша? неше болғаны. Ол есінде нық Күмбөз үшөө. Үшөө. Сиздики үчөө, сиздики бешөө. Екеу. Эки болуп калдыбы? Иә. Бешөө эмеспи? Екеу. Сиздики канча? кадр есінде жоқ. Есінде жоқ. Иә, есінде жоқ. Бирок 200 жол көрүп турсуз, Бирөө айтыңыз. Бир не Бири айтыңыз. бир цифр айтыңыз. Средний план болып жатса ана жерде енді мүмкін бесеу түсу. Туура? 5. Сиз башында биринчи жолуңуз туура болчу. Да? Кадрга 5 күмбөз түшкөн экен Аха. аркасында. Бул дагы менин оюмча бир таасирлүү кадр болду, ошол үчүн мен болду. Просто мен есімде болды да, просто сіз бесеу дегеннен кейін. Качать начал. Ja, да, одан кейін мен андай средний план сіз сияқты елестеттім да. Кто возьмет миллионды сидет вот. Анау екі ненің күмбездің ортасынан түсірілген средний план есіме түсіп кетті да, сол шығар деп ойладым. Скользить Сондай начал. шығар. Да, да. Аяқта нық тұрмадым да, просто нық тұру керек до конца. До конца турбай калдыңыз. Аханаға бәрін дұрыс жауап берді. Ага, уже. Так, Эки суроого сиз өзүңүз негизи дурус жооп бердиңиз. Так. Эми үчүнчү суроо. Бул сиз үчүн эң жөнөкөй эле суроо болуш керек. Бул тасма биринчиси дагы, экинчиси дагы, үчүнчүсү дагы Саяндын окуясы. Туурабы? Үчүнчүсү да Саяндын окуясы. Анан бул трейлерде Саян деген ат канча жолу айтылды? Екінші не нақты Саян емес туралы, Саян емес қой негізі. Саян туралы емес қой. Бізде трейлер Саяндын окуясы деген. негізі оқиғасы сол. трейлер болғанда бізде екі трейлер бар. Узун трейлер, 2 минуттук. Иә, 2 минуттықта. Қай біз соны айтып жатырмыз ғой. Иә, 2 иә. минуттық. Аха, 2 минуттық. 2 минуттук трейлерде Саян деген сөз канча жолу айтылган? Саян, кана Саян, алып кел Саянды деген сыяктуу бар. Ошол бар. Кім Аман айтады Саян. Сон біреуін білем айтыр. Мамасының ана закадровый бар. Мага бул ар бир кадрды дыккаттык менен карап, текшерип, жазып коюп аткан. Сиз билсеңиз керек. 4 рет. 4 рет сиздики. Ага, сиздики. Қазір. Сен 4 рет кім? Мамасының 2 рет айтқаны, иә? Саян ты поешь. Жоқ. Біз мына 3-ші трейлерді ғой, Үшінші трейлер. иә? Рекетируешті айтып жатырмыз Ахана. Рекетируеш. Сол мамасының дауысы бар ғой сонда. Жоқ, мен жалпы 4-еу айтып жатырмын. Жалпы 4 болады. Сонда 5-ті қоса сал сен. Жоқ, 4-еу. Или 5 рет деген. Жоқ, 4-еу. Мен өз немде тұрдым. Азыр аганын оюн берели. Иә. Бул суроо жеке сиздики. Регламент бар ма? Ойлануға 10 секунд, 15 секунд. Звонок другу. 50-де 50. Мен біреу деп ойлаймын. Бир эле жолу айтып жатсыз. Біреу. Саян деген Жарайды, Аханаға біреу деді. Жарайды. Мен үшеу деймін. Өйткені ана же Беккаримов дейді, актерден сосын ана Жан Саян, жоқ, Беккарим Саян емес. Саян, не убивай, Саян. Бір сосын говорят, что Саян вышел на свободу. Саян не убивай, ол қай жерде болды, болған жоқ қой. Ешкімнің Жанның дауысы бар ғой. бар. Жанның дауысы бар. Саян, не убивай, у меня есть. И потом, Саян дейді, сосын Саян дейді, Аман айтады. Сосын говорят, что Саян вышел сегодня на свободу дейді. Давайте былай онда ана поле чудес. Давайте вариант. Вариант отвечает Аслахан Төлепов деп. Не, бул суроо сиздики, сиз айтыңыз керек. Онда егерде Саян жанды қосатын болса. Барын кошканда. Мен 4-еу дедім. Сен 4-еу дедің да? Сен қанша дедің? Мен бесеу деймін онда. Бесеу шығар, біреу артық. Жетөө, Иә. жакшылап ойлонуңуз.
Так. Аяқта да Мен жақындадым, по-моему. Жакшылап ойлонуңуз. Алтау болып тұр ғой онда, иә? Иә. Алты жарайды, алтау дейік. 7 же 6 так. Опа. анда жетеу деңиз аханаға. Жоқ, давай жетеу до конца. До конца. Бекем турасыз. Эң сонун куттуктайм. 3 суроого тең жооп бердиңиз. 7. Негизи биздин кинодо мындай болгон эмес, буга чейин канча подкаст болду. Да. Каждый раз суроо берем трейлер боюнча. Бирок прям үшінші сұраққа кажется, Прям работать үш надо, сұраққа. еще, работать надо. Оны просто мен неосознанно айттым. Просто удача. Өйткені бірнеше рет айтылды, жаңағы жанның дауысын айтсаға, мамасының дауысы бар ма? Мамасының дауысы бар еще. мамасыныкы бар, амандыкы бар, өзү ар жактан да флешбек бар экен, ошолордун баарын кошкондо. Все. 7 жолу Саян деген сөз бар Мен экен. негизи- Сіздердің бақылап қарапсыздар, иә? Сіздер анализ деген ма? Рахмет. Ошол ака, ушул менен негизи сүйлөшө берсек дагы сөз узун. Бул тасма, бул кино тармагы өтө кызыктуу болгондуктан сөз бүтпөйт, бирок тилекке каршы убакыт учкан куш. Кандай башталганды, кандай аяктаганын байкабай калдык. Ушунча убактыңыздарды бөлүп бергениңизге чоң рахмат. Сизге Рахмет. Анан ушул биздин салттуу бир сурообуз бар, камераны карап туруп, биздин кыргыз көрөрмандарга эмне үчүн Рекетир 3 тасмасына келиш керек? Бир 3 себебин айтып коюңузчу. Өзүңүздүн кыргыз көрөрманыңызды чакыра кетесиз. Енді ең біріншіден құрметті қырғыз киносүйер қауымы, сіздерге айтатыным, біздер бір сондай сапалы дүние жасауға бар күшімізді салдық. Екіншіден, әрине бұл біздің киномызда, жаңа айттық, Бишкек бір кәдімгідей бір кейіпкер. Үшіншіден, менің ойымша, біз жаңағы киномызда бірнеше сахнаны Бишкекте түсірдік, және біздің түсірілім тобымызда, шығармашылық тобымызда көптеген қырғыздың мамандары бізбен бірге атсалысты осы киноны дайындық үшін. Сондықтан келіңіздер, көріңіздер, мен ойлаймын, өкінбейсіздер. Эң сонун баракелде, сиздерге сөз. Құрметті бауырлар, барлықтарыңызды 20 ақпаннан бастап біздің Рекетир фильмінің 3 бөлімін көруге шақырамыз. 3 себеп, ағамыз айтқандай, біріншісінден бұл фильм ішінде Қырғызстан туралы айтылады, және қырғыз мамандары бар. Және үшіншісі, бірінші бөлімдегі көп актерлар 3 бөлімде оралады. Сағынған болсаңыздар, міндеттерде келіңіздер. Эң сонун. Раван мырза. Мен енді үлкендерге қосылам. Киноға келіңіздер, құрметті қырғыз бір туғандар. Ошону кыргызча айтып коюңузчу. Рекетир 3 тасмасына сөз түрде келіңіздер. Эң сонун. Біз болады. Біз сіздерді күтеміз. Келіңіздер. Яғни, одан кейін мен жалпы осының дейін 3 проект енді Қырғызстанда болды ғой. Бұл жолы мен Қырғызстанға айтпай қойын, спойлер болып кетеді, иә. Қырғызстанға тоже барып қаламын ау. Келіп қаламын ау. Келіп қаламын ау. Эң сонун. Ушундай убактыңыздарды бөлүп атайыбызга, биздин студиябызга келгениңизге чоң рахмат. Силерди жаңы проекттер менен, жаңы жакшы бир долбоорлор менен дагы да күтөбүз. Келиңиздер, дайыма эшигиңиз ачык. Биздин көрөрмандардын эшиктери ачык дегенде, дайыма ушул сонун биз тасмаларыңыздар менен биздин чоң экрандарга келип, чыгып, жакшы маек куруп жүрө берели. Ишиңиздерге ийгилик, чыгармачылыктарга ийгилик кааламакчыбыз. Урматтуу достор, сиздер менен болгон этно подкаст болду жана ошондой эле сонун Рекетир 3 тасмасынын үстүндө маек курдук. Дагы да алдыда мындан сонун мыкты тасмалар менен маектешкенче аман болуңуздар. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Осужденный Бек Каримов. Уходим. Саян, я знаю, сейчас тебе непросто. Ты многое повидал, и я не собираюсь учить тебя жизни. Просто прими это как еще одно испытание от Всевышнего. Саян, ты! Саян! Кнись. Отпустите меня, пожалуйста, у меня ребенок есть! Про этого Саяна можешь сказать. Со времен отца у них непонятки там. А с этими Саянами рано или поздно мы покончим. Отец твой всегда отговаривал меня мстить.
За семью, за брата Руслана. А теперь будет по-другому. Я хочу кончить это обоим. Сам понимаешь, жизнь мои теперь бизнесмены.